Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге Египет туралы айтатын боламын. Бұл жерде Шарм-эль-Шейх қаласына барасыздар. Пирамида Хеопсты көргіңіз келсе, Каирда орналасқан. Бұл аэропорттан визаға Египетке жасатып алу керек. $25 болып тұрады. Каирге печат ұрдырып алу керек. Каир Египеттің астанасы. Бұл жақта таксилер өте арзан, $3, $1 тұрады. Негізі Қазақстаннан билетті турфирмадан 7 күнге Египетке алсаңыз болады. Отельде 3 мезгіл тамағымен барлық жағдай жасалған. Негізі Египетте подводный мир, дайвинг, Белый остров Мальдивы деген бар, Олд маркет, Старый базар, мечеть, сафари тур, алдыңғы айтып кеткенде яхта тур жақсы дамыған. Экскурсияларды айтатын болсақ, яхта тур дегеніміз примерно бағасы 10.000 теңге. Дайвинг осы жерде жасалады. Келесі тур ол сафари тур. Ол $10 тұрады, примерно 5.000 теңге. Бұл сафари турда сіз квадроциклмен құмдарда айдауыңызға болады. Бұл жерде арнайы бұрынғы адамдар өмір сүреді, Египеттің бұрынғы адамдары. Сосын кроссымен очки киіп алу міндетті. На подводный мирі Египеттің. Пирамидаға кіру, апарып келу $70. Визаны $25 аэропорттан жасатып аласыз. Египетке 7 күндік сізге жоспар құруға болады. Мынаны біліп алсаңыз болды. Бірінші күн отельді көру, бассейн. Екінші күн Каирге барып келесіз, арнайы $25 печат қойдырып алдыңыз ғой, виза. Екінші күн Каирге пирамидан көруге барасыз. Үшінші күн пляж, кешке Старый город, сосын мечетті көресіз. Төртінші күн сафари тур. Сафари тур деген 5-ші күн яхта тур, 6-ші күн демалу, пляжға бару, пляждың қасында парашютпен ұшуға болады $10. Сосын 7-ші күні пляж, түстен кейін уже Қазақстанға қайттан ұшып кетеміз. Бұл жақтан ең керекті заттар алып кететін, неге барасыз ғой, Старый городқа ше, сол кезде құрма, тмин, ол жақта арнайы өсіріледі, соларды алып алсаңыз, өз елге келген кезде сыйлық ретінде соларды алсаңыз болады. Негізі Египет подводный мирмен жерасты дайвинг өте қатты дамыған. Осы жақтың дайвингі ең ерекше коралловый деп аталады. Нағыз нені көргіңіз келсе, Египетті көргіңіз келсе, осы дайвингке баруға болады. Көргендеріңізге рахмет. Егер де канал ұнайтын болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Барлығы сіздер үшін.